Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Болысбекова Дамира Шаяхметовна, Жамбыл ауданы Шайғорық орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Санатым зерттеуші педагог. Мен сіздердің назарларыңызға облыстық педагогикалық инновациялар атты онлайн байқауына өзімнің авторлық бағдарлама жұмысымды ұсынғым келеді. Авторлық бағдарламаның тақырыбы Little Stars, бастауыш сынып оқушыларына арналған, яғни 3-ші сыныпқа арналған жұмыс. Бұл әдістемелік нұсқау Little Stars таңдау курсының бағдарламасына сай мұғалімдерге әдістемелік құрал ретінде ұсынылып отыр. Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқауда жан-жақты сабақ жоспарлары, дәстүрден тыс сабақ үлгілері беріледі. Қосымша жұмыстарды орындау барысында мұғалім де, оқушы да өздерінің шығармашылық идеяларын жүзеге асыра алады. Тәжірибелі және шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдер әдістемелік нұсқаудан сабақ барысында жаңа идеялар табатыны сөзсіз. Little Stars жұмыс дәптерінде ағылшын тілі бойынша бастауыш сынып оқушыларына қосымша ретінде көптеген жан-жақты ойластырылған тапсырмалар қамтылған. Мысалы, сөз жұмбақтар, сканворд шешу, топтастыру, мақал-мәтел толықтыру, немесе жалғасын табу, ребус шешу, ой толғау жазу, сәйкестендіру, жыр шумақтарын оқу және сол сияқты тағы басқа тапсырмалар қамтылған. Бұл тапсырмалар бастауыш сынып оқушыларын ағылшын тілінде сөйлеу қабілетін дамыту мақсатында беріледі. Оқушылар ағылшын тілі түсінігі мен мазмұнның мәселелеріне ерекше назар аударып, өз қабілеттерін одан әрі дамытады деп сенемін. Дәптерде берілген тапсырмаларды орындау барысында оқушылар өз ойларын, пікірлерін толық жеткізіп, өз мүмкіншіліктерін шығармашылықпен пайдалана білуді ойластыруға мүмкіндік алады. Жұмыс дәптерінде көрсетілген тапсырма сұрақтарын шартына зейін қойып, оларды зор ықыласпен орындауда оқушыларды шығармашылыққа жетелейді деп сенемін. Авторлық бағдарламаның мазмұны төмендегідей кезеңдерден тұрады. Түсінік хат, бағдарламаның мақсаты мен міндеттері, оқыту барысында қолданылатын инновациялық педагогикалық технологиялар, әдіс-тәсілдер, оқу процесінің жалпы сипаттамалары. Бағдарламаның ерекшеліктері мен айырмашылығы, бағдарламаның нормативті бөлімі, жұмыс және бақылау түрлері, бағдарламаны меңгертуде күтілетін нәтижелер және әдебиеттер. Ағылшын тілі 21 ғасырдың тілі. Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге шығаратын тіл. Еліміздің шет елдермен қарым-қатынас күшейіп отырған қазіргі заманда оқушылардың шет тіліне қызығуын, білімге құштарлығын ояту, танымдық белсенділігін арттыру басты міндет. Демек, оқушыларымыздың ағылшын тілін білуі уақыт талабы. Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес ағылшын тіліне көп басымдық берілуде. Бастауыш сыныптардан бастап меңгертіліп келеді. Бұл оқушы бойында ерте кезеңнен бастап ұлтаралық, мәдениетаралық бірлестікке дайындықтың қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Әлемдік өркениетке ілесе, біздің мемлекетіміздің халықаралық деңгейде әр салада түбегейлі өзгерістер енгізуі, достық, ынтымақтастық қатынастар орнатуы шет тілін маңыздылығын арттырып отыр. Шетел тілін үйрене отырып, оқушы өз білімін шыңдайды, басқа ел туралы кең көлемде мағлұматтар алады, салт-дәстүрін және мәдениетін таниды. Бағдарламаның міндеттері мыналар. Берілген бағдарламаның басты мақсаттарының бірі оқушылардың коммуникативтілігін дамыту болып табылады. Оқушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын арттыру, оқушылардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, оқушыларды өз көзқарасын, тұжырымдамасын айқын білдіруге баулу. Ағылшын тілінде ауызекі сөйлеуде лексикалық және грамматикалық құрылымдарды меңгерту. Ағылшын тілінде диалогқа түсуге дағдыландыру. Оқушылардың ойлау қабілетін, логикасын, шығармашылығын дамыту болып табылады. Бағдарламаның нормативті бөлімі. Курс бағдарламасы бір оқу жылына арналған, аптасына 1 сағатқа негізделіп құрылған, 34 апта көлемінде өтетін жұмыс.
Осы авторлық бағдарлама барысында қолданылатын жұмыс пен бақылау түрлері. Ауызекі тілді дамыту үшін практикалық сабақтар, әңгімелесу сабақтары, диалог сабақтары, рөлдік ойындарды қолдану сабақтары және шығармашылық жұмыстар мен жобалар. Бақылау түрлері. Күнделікті бақылау, тыңдаған мәтіндері бойынша не түсінгендерін тексеру, өтілген тақырыптар бойынша сұрақтарға жауап беру, жұптық жұмыс, лексика-грамматикалық тесттер, және де қорытынды бақылау, тест, жоба қорғау. Осы бағдарламаны меңгеруде күтілетін нәтижелер. Тыңдалымда өзара сөйлесу арқылы негізгі мазмұнын түсіну, қажет болған жағдайда қайта сұрай алады. Түсіндіріліп отырған мәліметтерді қысқаша мазмұндай алады. Берілген сұрақтарға дұрыс жауап бере алады. Берілген жауаптардан дұрыс жауапты таңдап алады. Жеткіліксіз мәліметтерді толықтырады. Ауызекі тілде күтілетін нәтижелер. Өзара сөйлесуде қарым-қатынасқа түсу, сөйлеуші адамның сұрағына жауап беру, өз өтінішін білдіру, өз ойын берілген тақырыпқа сай еркін айту. Қысқа мәтіндерді өз еркімен мазмұндай алады. Үйреніп отырған әріптердің төңірегінде толық немесе қысқаша мағлұмат бере алады. Көргені мен естігеніне сараптама жасай алады. Диалогқа түсу арқылы пікірлермен бөлісе алады. Сабақта өз ойын жеткізе алады. Және оқылым жазылымдағы күтілетін нәтижелер. Берілген мәтінді толықтай түсіне алады. Жазбаша мәліметтерді, эссе, мазмұндама, суреттемелерді жаза алады. Және де осы бағдарламаны жазу барысында бірқатар әдебиеттер мен интернет ресурстары қолданылды. Осы авторлық бағдарлама бойынша мен мынандай нәтижеге жеттім. 2020 жылы 27-28 ақпанда бірінші халықаралық педагогикалық оқуларға қатысып, осы жұмысым үздік авторлық бағдарлама номинациясы бойынша бірінші дәрежелі орынға ие болып дипломмен және сертификатпен марапатталдым. Назарларыңызға рахмет.